Армысыздар, құрметті достар. Математикалық сауаттылықтан келесі видео сабағымызды бастағалы отырмыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шеңбер және дөңгелек. Тақырыбымыз топтамамыз әдеттегіден тыс 20 есептен тұрады. Мұқият тыңдаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса қайта көріңіздер. Бастайық. Бірінші есебіміз не дейді? Квадратқа іштей сызылған шеңбердің ұзындығы 12 пи болса, квадраттың ауданын табыңыз дейді. Мына шеңбердің ұзындығы 12 пи болса, жалпы шеңбердің ұзындығы с тең 2 пи р деп жазылады, немесе с тең пи д деп жазылады. Мұндағы д дегеніміз шеңбердің диаметрі. Ал диаметрдің ұзындығы радиустың ұзындығынан 2 есе үлкен болғанын білеміз. Сондықтан мына 2r-дің орнына д-ны жазып тұрмыз. Енді мына жерге 12 пиді қоямыз. 12 пи тең пи д. Пилар қысқарып кетті, сонда д тең 12 екендігін көріп тұрмыз. Д дегеніміз мына ғой енді. Ал ол квадраттың қабырғасының ұзындығына тең. Ал квадраттың қабырғасы ауданы оның қабырғасының іргелес жатқан қабырғаларының квадратына тең, яғни 12 квадратына тең. 144 сантиметр квадрат. А жауап 144 сантиметр квадрат біздің жауабымыз. Келесі есебімізге көшейік. Не дейді екен? X шеңбердің ұзындығы, ал Y шеңбердің диаметрі. Дұрыс жауапты тап дейді. X шеңбердің ұзындығы дейді, диаметрі дейді. С тең пи д. Мұндағы пи дегенім 3,14. Шеңбердің ұзындығының орнына X қоямыз. Шеңбердің диаметрінің орнына Y қоямыз. Сонда X тең 3,14 Y болды. Бұдан нені көріп тұрмыз? X-тің 3 Y-тен үлкен екендігін. Олай болса жауабымыз Е жауап біздің жауабымыз. Есептің шартына түсінсек, бұнда қиын есепке жата қоймайды. Ары қарай кетеміз. АБС бұрышы шеңберге іштей сызылған. Оған сәйкес центрлік бұрыш 88 градусқа тең. АБС бұрышын табыңыз. Міне мынау шеңбер. Мынау АБС бұрышы. Оған сәйкес центрлік бұрыш дегеніміз мынау АОС. Ол 88 градусқа тең дейді. АБС іштей сызылған бұрыштың градусты өлшеуішін табыңыз деп тұр бізге. Сұрақ белгісін қойып қойдық. Мынада ережені еске түсіреміз. Оны ұмытуға болмайтын ережелердің бірі. Шеңберге іштей сызылған бұрыш сәйкес центрлік бұрыштың жартысына тең деген бар. Яғни бұл 88 болса, бұл одан 2 есе кіші, яғни 44 градус болады. Ол есебіміз шықты. А жауап 44 градус. Біздің жауабымыз. Шеңберге іштей сызылған бұрыш сәйкес центрлік бұрыштың жартысына тең болады деп тұр. Келесі есебімізге көшейік. Не дейді екен? Төртінші есебіміз не дейді? Квадраттың ауданы 16 метр квадрат. Квадратқа іштей сызылған шеңбер берілген. Боялған бөліктің ауданын табыңыз. Енді боялған бөліктің ауданын табу үшін не істейміз? Боялған бөліктің ауданын табу үшін квадраттың қабырғасын А деп белгілеп алайық. Өзіміз мына шеңбердің радиусын R деп белгілеп алайық. Сол кезде квадраттың ауданы А квадрат болады. Ол 16-ға тең екендігін білеміз. Бұдан А-ның 4-ке тең екендігін тауып аламыз. А 4-ке тең болатын болса, онда радиусымыз А-ның жартысына тең, квадраттың қабырғасының. Ол 2-ке тең екендігін байламыз. Bunu 2-ке білеміз. Ал дөңгелектің ауданы пи r квадрат бойынша есептеледі. Яғни пи көбейтілген 2-ның квадраты. Бұл 12,156-ны береді екен. Ал біздің мына ізденімді боялған бөлігіміздің ауданы неге тең? Квадраттың ауданынан дөңгелектің ауданын алып тастап, оны 4-ке бөлетін болсақ, мынаған боялған бөліктің ауданы шығады. Яғни
S kvadrat minus S дөңгелек бөлінген 4. Квадраттың ауданы 14 еді. 16 еді кешіңіз. Дөңгелектің ауданы 12,56 еді. Азайттық 3,44 шықты. Оны 4-ке бөлдік 0,86 шықты. Олай болса, біздің жауабымыз 0,86 екенін. Өсемізде шықты. Келесі есебімізді көрейік, не дейді екен? Үлкен дөңгелектің ауданы 16 пи сантиметр квадрат. Кіші дөңгелектің ауданы пи сантиметр квадрат. А кесіндісінің осыны ұмытамыз дейді. Енді А кесіндісі дегеніміз мына үлкен R-ден кіші R-ді алып тастаймыз, сол кезде шығады. Үлкен дөңгелек үшін пи R квадрат тең 16 пи. Бұдан R-дің 4 екендігін анықтаймыз. Пи мен пи қысқарып кетті да, R квадратымыз 16-ға тең, бұдан R 4. Кіші дөңгелектің ауданы пи R квадрат. Пи мен пи қысқарып кетті. R квадрат тең 1 болды, бұдан R тең 1. Ал А дегеніміз үлкен R минус кіші R. Яғни 4 минус 1 тең 3. Жауабымыз 3 сантиметр. С жауабы біздің жауабымыз екен. Келесі есебіміз, 60 есебіміз көрейік. Радиусы 100 метр болатын дөңгелек тәрізді жолды Ерсұлтан 5 рет жүгіріп шықты. Ерсұлтан неше километр жол жүргенін табыңыз. Пи тең 3 деп шарт енгізіп қойыпты. Енді радиусы 100 метр болатын болса, онда Ерсұлтан бір шеңбер дөңгелекті бір айналып шыққан кезде 2 пи R жол жүреді. Ал 5 рет айналғанда 5 2 пи R болады да 10 пи R болады. S дегеніміз, яғни жол ғой, орын ауыстыру дегеніміз. 5S, 5 көбейту 2 пи R, 5 пен 2 10-ды береді, пиіміз 3-ті береді, R-міз 100-ді береді. Сонда 3000 метр болады екен, ол 3 километрді береді. Бұл есебімізде шықты. Қарапайым шарттарды пайдаланып шығару ғой, мәліметті ережені пайдаланып шығару керек, өздеріңізді байқауыздар. 7-ші есебіміз. Енді 7-ші есебіміз сәл басқашалау. Тыңдаймыз. Дөңгелек торт әкелді. Ол оның 4-тен 1-ін Алматқа, 6-тан 1-ін Саматқа, қалғанын Маржан өзі алды. Үшеуінің алған торт бөліктеріне сәйкес дөңгелек секторға қанша градус сәйкес келді. Жалпы бүтін тортқа сәйкес келетін бұрышымыз 360 градус. Енді мына жерде Алмат 4-тен 1-ін, 6-тан 1-ін Самат алатынды болып тұр. Бізге енді қалғанын Маржан деп тұр. Сол Маржанның қанша алатынын есепті көру керек болып тұр ғой. 1 минус 4-тен 1, минус 6-тан 1. Мынау Алмат пен Саматтың алғаны. Қалғаны мынау Маржандікі. Ортақ бөлімі 12 болды. 12-ні 1-ге 12-ден тиеді, 12-ні 4-ке бөлсек 3-ден тиеді, 12-ні 6-ға бөлсек 2-ден тиеді, 12-ден 7 екен. Енді бағана айтылғандай Алматқа 4-тен 1 деп тұр ғой енді. 360 градустың 4-тен 1-і 90 градус, 360 градустың 6-тан 1 бөлігі 60 градус, 6-ға бөлсек деген сөз ғой. Ал Маржанға 360 градус, минус 60 градус, минус 90 градус, минус 60 градус, яғни 210 градус тиетіндігін анықтап отырмыз. Енді мына бөлікті негізі анықтаудың қажетті жоқ екен ғой. Маржанға қанша бөлігі тиетіндігін анықтаудың қажетті жоқ. Олай болса жауабы Алматқа 90 градус, Саматқа 60 градус, Маржанға 210 градус сәйкес келеді екен. Жауабымыз біздің А жауабы екен. Мына есептің шартында қате кеткен, оны 210 градус деп жөндеп қойдық өзіміз. Келесі 8-ші есебіміз көрейік. Егер АЕ тең БЕ тең АДы болса, боялған бөліктің ауданы табыңыз дейді. Көрейік. АБСД тіктөртбұрышының ауданы мынау 6, бұл 6 болса 12 болады. Бұл 6 болды. 6 көбейту 12 72 екен. Ал боялмаған бөліктердің бірігуі жарты дөңгелекті береді. Боялмаған бөліктердің бірігуі деген сөз мына жерді былай сыздықта 2-ге бөлдік қой. Мынау дөңгелектің 4-тен 1 бөлігі, мынау 4-тен 1 бөлігі, сонда 2-ін біріктіретін болсақ, дөңгелектің жартысы болады. Ал дөңгелектің жартысы пи R квадрат бөлу 2 болады ғой, дөңгелегіміздің ауданы пи R квадрат. Ал біздің жағдайымызда R-іміз 6-ға тең болып тұр.
Sonda pi 6'nın kvadratı bölüngen 2. Pi 3/14. Esepli şartında belgilenmep, sonuçtan 3/14 dep ala beremiz. Köbeytilgen 36, 36'nın 2 bölse 18. Sonda 56/52 geledi. Barlığı 72 edi. 72'den aldık. 56/52'den sonda 15/48 degen çıktı. Olay bolsa boyalgan bölüktün audany 15/48. Kelesisimiz. Kvadratka işte ısılgan şemberin uzunluğu 18 pi bolsa kvadrattın perimetrini tapыңыз. Däl janagıday bu. S tem pi da bu şemberin uzunluğu 18 pi. Sonda d degenimiz 18. Al perimetrini tabu üçün bir kabırgasının uzunluğunu 4'e köbeyte salamiz. 18'de 4'e köbeytemiz, 72 çıgadı. Oysa A cevap 72 ekan. Kelesisimiz görüşemiz. Boyalgan bölüktün adan tabu. Boyalgan bölüktün adan tabu üçün ne isteyimiz? Muna жалпы mınav döngülek sektorimiz döngülektin 4'ten 1 bölügü. Odan alıp tastayımız mınav içindeki döngülektin, ak döngülektin adan. Sol gözde boyalgan bölüktün adan çıgadı. Yani bizge aytıptır, mına 12 ekeni körsetipdir. Pi köbütü 12'nin kvadratı bölüngen 4. Mına minus pi köbütü 5'tin kvadratı. Mına 144. 144 4 köbütü 36. 36 pi minus 25 pi. 36 pi'den 25 pi de alатын bolsak, mına 25 pi koyuyordu. 11 pi var. Oysa bizim cevabımız B cevap 11 pi eken. Oldu, bu esebimizde çıktı. Kelesi zepti. Kvadrattın kabırgası birge teң. Boyalgan bölüktün audany tapыңыз deydi. Göreyge. Bunu biz bulay ettik. Muna kvadrattın kabırgalarının ortasını kosатын 4 kesindi жүргүздүк. Сол кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölük пайда болду. Boyalgan. Al olarımız muna jeke sızып жаткан болсак, döngülük segmentти берет. Döngülük segment және бұл döngülük segmenттің радиусы 2'den 1 болады. Өйткені бізде квадраттың қабырғасы 1-ге тең деп тұр ғой. Квадраттың қабырғасы 1-ге тең болса, ол 2'den 1 болады. Не істейміз? Боялған бөліктің біреуінің ауданын тауып аламыз да, мына біреуінің ауданын тауып аламыз, оны 8-ге көбейтсек, боялған бөлік шығады. Яғни пи 2'den 1 квадрат бөлі 4, бұл дегеніміз. Мынаның ауданы, өйткені мына 4'ten 1 бөлігі ғой. Мына квадраттың 4'ten 1 бөлігі. Пи 2'den 1 квадрат 2'den 1. Пи 2'den 1'дің квадратын бөлеміз 4'ке. Сол кезде мынаның ауданы шығады. Сөйтеміз де одан 2'den 1 квадрат бөлі 2'ні азайтып тастаймыз. Мына 2'den 1'дің квадраты 2'den 1 бөлі 2 дегені мына 3 бұрыштың ауданы ғой. 3 бұрыштың ауданын алып тастаймыз. Егер мына бұрыштық өлшемі 180 градустан кіші болса, дөңгелек сектордың ауданын 3 бұрыштың ауданын алып тастаймыз. Мына 4'тің аяқтан шығып тұрған түсініп тұрған боласыздар. Өйткені дөңгелектің ауданының 4'ten 1 бөлігі, мына жалпы мына бөлігіміз дөңгелектің ауданының 4'ten 1 бөлігі. Түсініктірек болу үшін былай еттесек та болады. Мына бөліктің бәрін өлшеп тастасақ, міне бізде қалатын сектор бұл. Дөңгелек сектор, дөңгелек сегмент қалады. Былай еттесек та болады. Сіздерге түсініктірек болу үшін.
былай етіп қойдық. Сол кезде бізге керек бөлік өзінен шыға қойды. Керек жоқ деп отырмыз ғой, керек жоқ. Шатасып кетпеуші. Ары қарай есептейміз. Мына жерде 2-ден 1 бар. 2-ден 1-дің квадраты бар. Жақшаны сыртына шығарып жібердік. Сол кезде пи бөлі 4 минус 2-ден 1 қалды. Мына 4-тен 1 береді. Бұл бір дөңгелек сегменттің ауданы. Ал оны 8-ге көбейтетін болсақ, 4 пен 8 қысқарып 2 қалады. Жақшаны ашып 2-ге көбейтіп шықсақ, 2 мен 4 қысқарып пи бөлі 2 қалады. Оны көбейтсек 1 қалады. Жауабымыз олай болса А жауап пи бөлі 2 минус 1 екен. Міне. Келесі есебіміз керек не дейді екен? Боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Енді боялған бөліктің ауданын табу үшін дөңгелектің радиусы 5-ке тең дөңгелектің ауданын мынау ішінде орналасқан квадраттың ауданын шегеріп тастаймыз. Квадрат дегеніміз ромб. Ал ромбтың ауданы оның диагоналдарының жарым көбейтіндісіне тең деген ереже бар. Олай болатын болса, пи көбейту 5-тің квадратынан азайтамыз 2-ден 1, 10 көбейту 10. 10 дегендеріміз мыналар ғой. Мынау диагонал, мынау диагонал. Диагоналдардың жарым көбейтіндісіне тең деп айттық. Сонда мынау 25 пи болады. Мұнымыз 100, 100-ді көбейсек 50 болады. 25 пиді табу үшін 25-ті 314-ге көбейтеміз де, одан 50 шегереміз. Көбейтсек 78/5 шығады, одан 50 дасақ 28/5 деген жауабымызды аламыз. Жауабымыз Б жауап 28/5 екен. Келесі есебімізді көрейік. А, Б, Н табыңыз. Бұл есебіміздің шарты дұрыс емес, сондықтан бұл есебін шығармай тастап кеттік. 14-ші есебімізді көрейік. Мына жерде мына қара бояуда 4 көрінбей тұрған қосымша 4 деп белгілеп қойдық. Боялған бөліктің ауданын табу үшін не істейміз? Үлкен дөңгелектің ауданын, кіші дөңгелектің ауданын шегеріп тастаймыз. Мынау үлкен дөңгелектің ауданын табу үшін 4 қосу 4, үлкен радиусымыз 8 ғой. Пи 8 квадрат минус пи 8-дің квадраты 64, 4-дің квадраты 16, 64 пиден 16 пи дасақ 48 пи шығады. Есебіміз шықты. Келесі есебіміз көрейік не дейді екен? А, Б тең 10 сантиметр, С тең 2 сантиметр. Дөңгелектің боялған ауданын табыңыз. Енді А, Б дегенім диаметр. О дегенім радиус. Бізге керегі осы О. Ал С дегенім 2 болса, мына бөлік 2. Олай болса, кіші радиусымыз 5 минус 2, 3 екен. Кіші радиусымыз 3, үлкен радиусымыз 5 болып тұр. Болды, ары қарай дөңгелектің ауданын табу үшін осы уақытпен жазылып тұр ғой. О дегеніміз А-ның жартысы, яғни 5 сантиметр. Ал кіші R дегеніміз О минус С-ді. С-ді дегенім енді мынау ғой енді. Үлкен R-дің квадраты 5-тің квадраты болады, кіші R-дің квадраты 3-тің квадраты болады. 25, 25-тен 9-сы 16, 16-ны 3-ден өтсек, 50/50, 24 шығады екен. Олай болса жауабымыз А жауап 50/24. Бұл есебімізде шықты дейміз. Келесі 16-шы есебіміз не дейді екен? Жаңағы айтылғандай, бұл есебіміз, бұл топтамамыз 20 есептен тұрады. 20 есептің ішінде өздеріңіз жаңа байқадыңыздар, біреуінің есі шарты дұрыс емес болып шықты. Арманның туған күніне арнап, беті шоколад ерітіндісімен жабылған дөңгелек пішінде 2 тортқа тапсырып берілді. Кіші торттың бетін жабуға 250 грамм шоколад ерітіндісі кетсе, үлкен торттың бетін жабуға кететін шоколад ерітіндісі. Енді бұл жерде пропорцияны құрамыз ғой. Үлкен торттың бетін жабуға кететінді, яғни оны X деп белгілейміз де табуымыз керек, қанша шоколад ерітіндісі кетеді. Ал мұның радиусы дециметр квадрат болғандықтан, мұның ауданы
Пи көбейту 3-тің квадраты болады. Ал бұған 250 грамм кетті бетіне. Ал диаметрі радиусы 1,5 болғандықтан пи 1,5-тің квадраты болады. Осы пропорцияны шешеміз. 250-ді бұған көбейтеміз де бұған бөлеміз. Білесіздер, пропорцияның қасиетін. Пи мен пи қысқарып кетті. 250 көбейту 9 болады. 1,5-тің квадраты 2,20 болады. 250 9 көбейтсек 2250 шығады. 2250-ді 2,20 көбейтсек 1000 шығады. Олай болса 1000 грамм, яғни 1 килограмм шоколад еріңіз кетеді. Д жауабы біздікі екен. Келесі есебіміз көрейік. 17-ші есебіміз. Егер боялған бөліктің ауданы 16 сантиметр квадрат болса, дөңгелектің ауданы табыңыз. Бұл жерде қосымша шарт беріліп тұр, пи тең 3 деп тұр. Боялған бөліктің ауданы белгілі болса, дөңгелектің ауданын қалай табамыз дейді ғой. Боялған бөліктің ауданы қалай шықты? Боялған бөліктің ауданы квадраттың ауданынан дөңгелектің ауданы алып тастағаннан шықты. Радиус қабырғаның жартысына тең. Боялған бөліктің ауданы квадраттың ауданынан азайттық, дөңгелектің ауданы. А квадрат дегеніміз ол квадраттың ауданы, пи а бөлу 2 квадрат дегеніміз ол мынау ақ дөңгелектің ауданы. Ары қарап есептей келе, мынау а квадрат, мынауымыз 4-тен 3 а квадрат, алсақ 4-тен 1 а квадрат. Яғни а квадрат бөлу 4 шығады ғой. Мынаған 4-тен тиеді, 4-тен 3 алсақ 1 болады мына. Бұл 16-ға тең. Олай болса, мына 4 теңдеудің қарама-шарына шығып кетеді. 64-ті береді. Онда а дегеніміз 8 екен. А деген 8 болатын болса, радиусымыз оның жартысына тең болса, радиусымыз 4-ке тең болады. Ал дөңгелектің ауданы пи r квадрат, яғни 3 көбейту 4-тің квадраты. 4-тің квадраты 16-ны береді. 3-ті 16-ға бөлсек 48 шығады. Олай болса, жауабымыз Е 48 сантиметр квадрат екен. Бұл есебімізді шықты деп есептейік. Келесі есебіміз сәл басқашалау есеп. Жақсылап тыңдаймыз. Бұл жерде басқа ережені пайдаланамыз. Y бұрышы 130 градус болса, X бұрышы неге тең дейді. Былай еттік. Мына шеңбердің центрін белгілеп алдық та, сөйтіп мына белгілеген шеңбердің ішінде орналасқан фигураның төбелерінен шеңбердің центріне радиус жүргіздік. Мына бұрыштарымыз өзара тең. Бұл бұрышымыз 90 градус. Бұл бұрышымыз Y. Ал Y-іміздің біз білеміз 132 градус екен. 130 градус екен. Олай болса, мынауымыз болады 230 градус. 230 градус пен 130 градус қосқанда 360 градус болу керек. Мына 90 градус. 90-ға 230-ды қоссақ 320 градус. Сонда мына қалған 2 градусымыз 40 градусты береді. Ал олай болса, мынау бір бұрышымыз 20 градус, мынаусымыз 20 градус. 20 градус пен 20 градус қоссақ, мына 40 градусты беретін өзінен өзі көрініп тұр. Бұл есебімізде шықты деп есептейміз. 90 градус, қосу 200 градус, қосу X қой, енді мына екеуін X деп белгілей салдық та. Тең 360 градус. Бұл екеуі берді 320 градусты берді. Олай болса, X дегенім 40 градус. Есебіміз шықты. С жауап 40 екен. С жауапты белгілеп қоя салайық. Міне. Келесі 19-шы есебіміз не дейді? Енді бұл жерде 19-шы есебіміз мына жері анық емес екен да. Сосын бұл жерде мына қазір жұмыстың арасында байқастық. 45 градус дейді. 360 бөлу 45 тең 8. Яғни мына боялған бөлігіміз дөңгелектің 8-ден 1 бөлігі деген сөз ғой. Дөңгелектің ауданы пи r квадрат. Бұл жерде радиус 8 сантиметр деп тұр. Сонда 64 пи. 64 пи 8-ге бөлсек, 8 пи шығады. 8 үшке бөлсек, 24 шығады. Сонда жауабымыз 24 сантиметр квадрат. Бұл есебімізде 10 шығады.
Endi soňky 20-nji esebimizi bilemiz. Bul esebimizin şartynda kategorik bayhaýsyzlar. Manaw 5 santimetr bu muna tortun biýikligi dep sanaýak. Manaw radiusy. Sonda bizde muna tort şeýlenbey turgan кезде tortumuz silindr pişindi bolup turgoý. Al muna 30 gradus degenimiz 360'ın 12'den 1 bölümü. Yani 360'ı 30'a bölsek 12 çıkar. 12'den 1 bölümünü jep koysa 12'den 11 bölümü kalır. Sonra 12'den silindirden 12'den 11 bölümünün kölemi tabımız gerek bolupdur. Al silindirden kölemi pi r kvadrat h. Pi r kvadrat degemiz tabanlardan h degen biýiktigi. Onun 12'den 11 bölümünü tabymız gerek. Radius oýnap ketem. Biýiktigi 5 santimetr dedik. Koyduk. Buna 12'nin kvadratı men, buna 12 kıskaryp ketdi, sonda 11 köbeytilgen 3 köbeytip 12 köbeytip 5 degen çapdyr. Köbeytүүдün netijesinde 1980 santimetr kvadrat degen jogap alamız. Durus biziň mana esepdiň ne şarty gate, ne esebimizdiň durus jogapy jok dedik de, 1980 santimetr kvadrat degende belgilep koyduk. Osy men bul toplamamyz da bitdi. Aman bolunuzlar.